Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз дүниетану 4-ші сынып, менің өлкемнің ауыл шаруашылығы. Бүгінгі сабақта сен ауыл шаруашылығының салалары туралы білесің. Өз өлкенің ауыл шаруашылығын сипаттауды үйренесің. Балалар, адам не себепті тамақсыз өмір сүре алмайды? Біздің дастарханымызға нан және басқа да тағамдар қайдан келеді? Осыдан 10 шақты жыл бұрын ауыл тұрғындары ұжымшарлар мен кеңшарларда еңбек еткен. Ондай ұжымдық шаруашылықтарда адамдар көкөністер өсіріп, бірлесіп мал баққан. Жер телімдер мен техника құралдары ұжымшарға немесе кеңшарға қарасты болған. Астықтың бір бөлігі мемлекетке өткізілген. Қазір ауылда жеке қожалықтар, фермерлар пайда болды. Ферманың қожайыны фермер. Оның қарамағында жер телімі, техникасы, малдары бар. Қандай мал шаруашылығымен немесе дақыл өсірумен айналысатын фермердің өзі біледі. Ол жиналған өнімнің көп бөлігін сатады да, қалған бөлігін өзіне қалдырады. Бұл фермердің шаруашылығын өркендетуге бағытталған жоспарлы ісінің бірі. Балалар, ауыл шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы болып екіге бөлінеді. Өсімдік шаруашылығы дәнді дақыл, техникалық дақыл, көкөніс, бау-бақша деп 4 топқа бөлінеді. Дәнді дақылға бидай, қара бидай, арпа, тары, сұлы. Ал техникалық дақылға мақта, күнбағыс, қант, қызылшасы. Көкөніске картоп, сәбіз, қызылша, пияз, орамжапырақ. Бау-бақшаға алма, алмұрт, шие, өрік, жүзім жатады. Ал мал шаруашылығының салалары ірі қара, жылқы, түйе, құс, балық шаруашылықтары жатады. Жақсы балалар, бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды ма? Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдыруларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.